Жер сілкіну. Жер сілкінісі жер асты дүмпуі күштерінің әсерінен жердің беткі қыртысының тербелуі. Жер сілкінісін сейсмология ғылымы зерттейді. Жер сілкіну ұзақтығы бірнеше секундтан бірнеше айға дейін созылады. Мысалы, 1887 жылы Алматыдағы жер сілкіну кезінде 600 дүмпу болғаны тіркелген. Тарихтағы ең ірі зілзала 1139 жылы қазіргі Әзірбайжан аумағында болған деседі. Оның күші 11 балға дейін жеткен. Ал 1556 жылы Қытайдағы Шанси аумағында болған зілзалада 830 мың адам құрбан болған. Таулы аймақ болғасын, Жапонияда да жер жиі қимылдайды. Жапониядағы ең қайғылы оқиға 1923 жылы орын алды. Онда 143 мың адамның өмірі қиылды. 1966 жылы 23 сәуірде Ташкентте 5 балдық зілзала болды. 8 адам қаза тапты. 700-ге тарта нысан жарамай қалды. 78 мың адам баспанасынан айырылды. 1988 жылы 7 желтоқсанда Арменияның Спитак қаласында 7 балдық жер сілкінісі болды. Ол 25 мың адамның өмірін қиды. 140 мың адам мүгедек атанды. 2004 жылы Тынық мұхитта 9 балдық сілкініс болды. Бұл тарихтағы жер сілкінулер бойынша күші жағынан 3-ші орынға тіркелді. Нәтижесінде ірі цунами орын алып, Индонезияға аса көп зардабы тиді. Сондай-ақ Үндістанның оңтүстігі, Шри-Ланка, Таиланд секілді елдерге де әсер етті. 2011 жылы Жапониядағы 9 балдық зілзалада су тасқыны орын алып, бірнеше қаланы су басты. Бірақ бұл жолғы құрбандар 1896-1923 жылғы зілзаладағыдан гөрі аздау болды. Қазақстан аумағындағы ірі зілзала 1887 жылы 2 мамырда Алматы маңайында болған. Шу аймағын Шелек, Жамбыл төңірегін шарпыды. Магнитуданың қуаты 7 балға дейін жетті. Эпи орталығы Іле Алатауының баурайы болды да, Алматыдағы біраз нысандар қирады. Жарықшалар пайда болды. Ал қазір әлем назарында тұрған Түркия мен Сирияда зілзаланың болуы бірінші рет емес. Түрк бауырлар бұған дейін 1895, 1949, 2010, 2011, 2020 жылдары зардап шеккен. Бірақ олардың зардабы биылғыдай болмаған.